Севиль, Карашай. Сарма кокусы. Көрінішче 6 яшында кубурчык сачлы, кичкене кызчык Евге пек ашыкайды. Бесе белли о пек мойын бір шей ақында айтажак еді. Чүнки чапқанындан нефесі тутула, панамасы тамамен башындан тушуп устуне текілген епке илешіп бойнуна сарқарған. Ана чығым, ана, қайдасын? Мындам, қызым, мындам, деп айтты Ев ишлерінен оғрашқан анасы. Не олды, қызчығым, нефесін тутула, бір шейден қорқып чаптың мы жоқса? Йоқ, аначығым, мен ашыққынды сұрajak едім. Сен бүгін не пішірejeksin? Енді бір шейлер азырламаға башладың ма? Пек олдың мы жоқса? Деп сұрады қадын. Ақшамлықны да тұшынмедім, оның үшін істеклеріңізні айта білесіңіз, мадмуазель, деп еріштірді қызчықны анасы. О вақыт мадмуазель сөзіні қыз бір шей істегенде, яды назланмаға башлағанда айтайды. Неме, біз алименен ойнағанда, Аннифе Бланын еві янында кечейдік, анда есе олі бір лезетлі сарма қоқулары келейді. Кем біле насыл гүзел олғандырлар. Ағзым суланды. Бізде бүгін сарма пішірсек не олыр? Не олыр? Менің қызым аш қазанчығыны толдырып мемнун қалыр. Сен істерсін де мен япмаммы бірданем? Сағыл, аначығым. Ойле олса, мен де сана мемнуниетнен ярдым етерім. Кичкене Фериде эллеріні ювуп масаға кечті. Анасы есе емек үшін азырлықларны башлады. Лахананы ювуп қазанны асханда, оның ақлына балалығындан бір левха келді. Сен оглюгыңны ки, қызым, мен есе сана бір вақианы тариф етерім. О да меннен олып кечкен адиселерден бірі. Не де гүзел, сенің екеелеріңні сағынып башладым, деп қуванды Фериде. Қызчық сет үстінде оңайтлы жайерлешіп, анасының көзіне диққат еле бақты. О, анасының балалығындан екеелеріні пек севейді. Мен о вақыт сенден бір қач яш бұйық едім, деп башлады қадын. О девірлері адамлар пек фуқаре яшайды. Совет деврі yok olған сон аман-аман бұтын инсанлар бір қач капық қазанмақ үшін геже күндіз ағыр çalışқанлар. Бізім айлемізде білесін уч бала бар еді. Аятымыз еңгіл дегіл еді. Амма іч бір шейге бақмадан анам ве бабам қолындан келгенлеріні япып, бізні тойдырмақ, кейіндірмек үшін шейні япайдылер. Сенің битан о вақыт мектепте çalışайды. Айлықны дайыма кечіктіре, базы вақытлары асыл да бермейділер. Мен де кичкене едім, чоқ шейіні анламайдым. Бізге көре зенгин балалар кебе ет, мейве ашамаға істейдім, ама бізім рысқымыз башқайды. Анам бабамның келері о вақыт тек ұн, яқ ве картопқа етейді. Базы да бұны да көрмейдік. Аллаға чоқ шүкірлер олсын, анам ве бабам менің үшін бұл қиын вақытларда ибрет олдылар. Мен әлі да оларның сабрына, икметіне ве тербиелеріне шашам. Аллақа олар үшін миннетдарым ве дуажым, деп тұшынды земіне. Анасы сусып қалғаныны көрген Фериде, оны яваштан опып деді. Сон, ана, сон не олды? Сон, күнлерден бір күн, мектептен қайтқанда, комшуларымыздың қапысынан инанылмас лезетлі қоқыны дуйдым. Сарма қоқысы еді. Менде о қадар ач едім ки, тез евге чаптым. Белки де менің анамда өле бір шелер пішірген деп. Евде әлбет чайнен отмек ве пішкен бір қачтане картоп бар еді. Көзім қайтты, ама анама бір шей айтмадым. Оның жанына ағырттырмаға қорқайдым. Емекні ашаған соң сыныпдашыма барып біраз ойнамаға изин сорадым. Евден шыққанда есе анам мана, балам, сана не олды? Мектепте ярамай бір шей олды ма деп сесленді. Йоқ, анам, дедім. Бүгін жаным өлі бір сарма чекті, ама софраға бақып девам еттім. Салие шерфенен ойнасам кечер, деп одадан чапып чықтым. Земене қазанны бақмақ үшін тұрды. Оданы сакинлік басты. Икаяны девам етмек ағыр келді. Чүнки қадын шымды тек о вақыт анасы сетке отырып не үшін ағлағаныны аңлайды. Elbette өз балалары үшін жан бермеге азыр олған ананың жүрегі бұл кебі шейлерге зор даянайды.
Ama sabır etmeliydi. Sabırның tubu sarı altın değilir. Ya son ana, son ne oldu? Тоқтамайды Фериде. Соңы соған деп күлімсіреді Земіне. Evге қайтқан соң не olsun? Қайдандыр evimizden sarma kokusu келеді. Кені o koku aklıma келді деп duyğanıma kulak asmamağa çalıştım. Ama aşhanege kirgenimнен не көрейім? Сенің битан тане дульбер қапысталы сармаларны табаққа ерлештірейді. Тез еллеріңні ю балам, сармалар азыр, бақ епісі сені беклей, деді. Башымы чевырдым, софра башында енді қарт бабаң, тезең ве дайын отырайды. Қана отыр еріне, йоқса кеч қалғанлар сармасыз қалыр, деп айтты қарбабаң. Көзіме инанмайдым. O қубанчны да шымды tasvir etip olamam. İçimdeki bayram duygusu hala da aklımda. Soң sarmalı tabak sofra ortasına koyuldu. Gözlerimni kapatıp onun lezzetini mümkün olğanı kadar içime almağa tırıştım. Bir daha da böyle bir şey ne vakit olur dep. Etraftakiler üstümden şakalaşıp gülmege başladı. Birinci sarmanı babam benim tabağıma koydu. Elbette içinde ne eti, ne pırnıçı бар еді. Оларның yerine картоп, havuç, biraz soğan koyulgan еді. Attalaxanаны bitan barıp komşumuzdan soragan. Ama inanmazsın. Hayatımda öyle lezzetli sarmanı aşamadım. Bitanны yarım akşam opıp oturdum. Ya da sarmanı o kadar sağındım ya da anam benim için hep tılsımcı olup kalganı içindir. O akşamны hep birlikte geçirdik. Peyda olgan muhitni hiç kimse joymağa istemeydi. Biz sanki ailemizin şahsi bir bayramını kaydeteydik. Allah'ıma şükürler olsun. Anam babam sağ olsun. Sen onlardan razı ol, ya Rabbim. Dedi içinden Zemine ve kapıstalı sarmalarını dünyadan da sevgili kızı ile beraber sarıp başladı.